Қазір іс қалай болады? Балдар түсіндіңіз ғой. Былай істейік. Қаржаубай бауырым, сіздерге жолда отырғандарыңыз, бұл жерде балаңызды құқықтық орган ба, акиматтың адамы ба жүрді ма? Тура сол қазақтың азаматы, олардың бәрі қамаулы, тергеу жүріп жатыр. Если бостан қашқан екі қызды әкеп қамасын қазір. Бесін халықтың көзінше әкеп қамасын. Ана баланы әкеп қамасын. Қазір жолда ашамыз қазір. Ашам мен көзінше қамасын. Жүр. Мен бірге жүруге бармаймын. Бармаймыз ешкім. Қамайды. Бізге балалар видеосын жібереді осы жерге. Содан кейін әрекеттеріңіз заңсыз. Қара братан. Мен аудан әкімі боламын. Аудан әкімісің ғой. Әпкесі боламын да. Кеше түнде сіздарға ештеңе шеше алмайсың. Заң бар дейсіз да? Жоқ, не шешілмейді. Сіз бana соны айтыңызшы. Балалар қамалды. Балдар емес. Средство болып жердегі қылмысқа қатысы бар екі қызды да куәгер етіп отыр мына кісілер. Қалай ол куәгер болады? Ол куәгер болса маған араша түспей ма? Менің балама неге араша түспейді? Неге 102 шақырмайды олар куәгер болса? пышақ қолма қолдарында. Сол кестік қой, неге бірге келеді ол машинамен? Анасының көзінше баласын пышақталып жатыр. Өкпесін жүрегін ұстап отыр қанмен. Сонда келіпші ана мылтықпен ұрып жатыр, көріп жатсыңдар. Сізде де бала бар. Сізде де бала бар. Сізде де бала бар. Сонда қылмысқа ол куәгер мен. Куәгер мына кісі. Куәгер міне бауырым. Бізден бас тоқта, тыңдаңыз. Анам болды. Басқа ешкім болған жоқ. Мен жалғыз болғаннан кейін елдің бәрі менің отбасын білгеннен кейін осыларға хабарлас. Мен бұларды шақырған жоқ. Мен жалғыз сөйлесем, жалғыз шешемді. Баламды қашырып жіберген жерінен, сол қылмыскерлер ана жерге келген класстас балдарына ұрып, мына кісінің баласын жанындағы балдарға звондатып, баламды шақырып өлтіріп тастады. Баламды мен қашырып жібергем сол жерде. Мына кісінің баласының басын жап тастаған қорқытқан. Мен ешкімді істемеймін. Сот болған жоқ, ешкімді бостандықтан жіберген жоқ. Мен тағы да сұрайтыным. Қамалады, мен тағы да көзімше сұрайтыным. Бүкіл Қазақстан қарап отыр. Президенттен сұрайтын талап ететінім. Кемелұлынан мен талап етемін. Ашық сот және де Талғардың прокуроры, зам әкімі, роботының бастығын орындардан алып тастауын талап етемін. Жұмысты бұрмалап жатыр. Бізді қорқызып жатыр. Бұл жерде көтеріп тұрған мәселе бұл қыздардың қамау. Жәбірленушілердің талабын орындай алмайсыз ба? Қазір түсірейік камераға. Содан кейін жолда ашады. Қазір мен басқармасы ол жерде шешім қыздарға қатысты шешім қабылдаймыз. Қашан қабылдайсыз? Қазір бір сағаттың ішінде. Бір сағаттың ішінде жәбірленушілермен бірге барып оны дәлелдей алмайсыз. Қазір бірге барайық, дәл қазір. Әкесін ертіп алыңыз. Жігіттер, бетейік. Роботы жаққа түсейік. Жолда ашайық. Біз сөйлесетін кісімен сөйлесейік ағамен. Жаңағы сізбен де сөйлеспеймін. Осы ағамен сөйлесейік. Басы ашығын анықтап. Мына роботының бастығы жоламасын, жаңағы следагіңіз жоламасын, прокурорыңыз келмесін. Сізбен сөйлесейік. Бол. Халықты мен қазір балдарды алып түсемін роботың алдына. Ешкімді ұрмайды, соқпайды, өртемейді. Бір өзін алып кетпесін де бауырым. Мен кіремін. Қасындағылар да кіреді. Жарай ма? Кірсін, ашық сөйлесейік. Мен сұрайтыным. Жаңағы ұсталған жігіттерді, если Талғарда болса, Талғарда екенін бізге көрсетіңіздер. Менің көзімше екі қызды алып келіп қамаңыздар. Олар куәгер емес. Оларда пышақ ұстады. Экспертиза жасаңыздар. Журналистерді кіргізесіз аға. Президентіміз Тоқаев Кемелұлына жетсін. Мен жігіттерді алып түсемін. Уәде, жігітше уәде. Бірақ журналистер менімен бірге кіреді. Мына әкіміңіз, зам әкіміңіз, жаңа прокурорыңыз, жаңа свидетельдің кімсің анау? Ол да болмасын ол жерде. Жарай ма? Аға сізбен кіреміз. Жаңағы жігіттерді көрсетесін. Шоламай, ештеңені қиратпай, роботыға барамыз. Ешкім ұрмайды, соқпайды. Біз қылмыскер қаншер емеспіз. Біз қарапайым халықпыз. Бізде де бала бар, сіздерде де бала бар. Бұл кісілерде де бала шаға бар. Ана қыздарды айтады. Мен көрдім ғой. Ағам магазин ішінде қамалып қалды, сыртынан жауып тұрды. Пышақпен қорқытып шықты. Ішінде пышақпен бір жігіт кепкімен тұрды. Ағамды шықпайсың деп. Мен қалай мен бауырым, мен шамам жетпеді, бауырымды алып қалғым келді. Ол өмір көрген жоқ, 16 жастағы бала. Нұрғадаға оның арманы көп еді. Маған айтатын. Мен барлық нәрсе істейтін ол баланың. Мен ойлаған жоқпын, мен жоғалтып аламын деп. Мен барымды салдым, бірақ алып шыға алмадым бауырымды. Сіздер айтып жатқан екі қыздың жасы нешеде? Білмеймін, жастарым. Ол қыздар ол жерде не істеп жүр? Вот сол машинамен келді. Машинаның ішінде соларды бірге жүрді. Солар беріп бастады бір-біріне. Солар беріп бастады пышақ. Бәрінде пышақ болды. Только бір адамда. Барлығында болды. Аталған азаматтардың жасы нешеде? Примерно. Менімен қатар 30-ға келген, 30-дан асқан, 30-ға дейінгі балалар бар ішінде. Осы Талғар қаласының азаматтары? Талғар ауданының хутор емес, бригада дейді, бригада районының адамдары барлығы. Барлығы сол районның адамдары болған. Мына жер Талғардағылардың барлығы таныс тамыр. Прокурордың баласы, соттың сонның бастығының баласы, одан кейін жаңағы депутаттың інілері жатырыпты. Бұл жерде оказывается соларға тамақ тасыватты. Олар рахаттанып өмір сүріп жатыр ішінде.
Қайғыдан олар да қазір 10 жыл берсін, 15 жыл берсін, олар 3 мезгіл тамақ жеп рахаттанып өмір сүрейін деп жатыр. Адам өлтірген үшін емес олар. Нақты қандай депутатты аты жөнін білесіз? Аты жөнін білмеймін, маған просто жеткізді. Мен сізге даже міне телефонымды қалып қойды астында. Маған жазып тұрыпты, голосовоймен жүріпті Нұрғанат. Талғардың ішінен делоны просто алып тастау керек. Талғардағылар өздері прикрывать етіп, делоны өзгертіп, сондай жауып тастап жатыр. Мен оқыған нердің жаңа Сидагының жазған қағазын ішін оқысам, маған жіберді. Бұл жердегілер білмейді. Бірақ маған жетті да ол протокол ше толтырылған. Типа мен мылтықты мен атқан екем, мылтықты типа мен ұстам. Егер де мен ұстаған болсам, неге чекесен атып тастамадың бауырым үшін? Шамам жетеді ғой атып тастауға. Қайсысын болсын? Қазір тергеу дұрыс басталмай жатыр ма? Енді қараңыз, оқиға болды. Тергеу мүлде болмады ма? Тергеу вообще ештеңе болған жоқ бұл жерде. Ешқандай тергеу болған жоқ. Бауырым өлді ғой. Менің бауырым өлді. Мен больницада есеңгіреп жатырмын. Менен келіп екі опер кіріп алып менің үстіме мазақ қылған сияқты. Маған айтады, бауырың өліп қалды ғой сенің дейді. Сондай кәдімгі мазақ қылып, Талғардың сотрудниктері маған тұрады да, бауырың өліп қалды ғой сенің. Сен мылтық тастапсың ғой деп маған әңгіме айтады. Ол болма. Менің бауырым өлді. Әкім айтады не деді жаңағы. Мен Талғар ауданының әкімімін дейді ғой, дұрыс па? Ол Талғардың районында болды ма өлім? Талғардың районында өлді, дұрыс па? Менің ауылыма, менің үйіме. Бірақ остановка менің үйім. Ортада граница бір көше болғаны. Талғарға қарамай қалғанбыз. Сонда ол айтады, мен не үшін менің районым емес, мен не үшін баруым керек саған дейді. Заң бұзса мені қамай салыңыз. Мен сол қылмыскердің жанына барып отырайын. Тыңдаңыз. Сіз әкім болсаңыз, жоқ, мен әділдік сұрап келдім. Сот болды ма? Сот болғанда емес. Енді сот болғанда ғой әділдік түгін айтасыз. Неге қылмысқа қатысы бар қыздар далада тайраңдап жүр әкім болсаңыз? Неге жүр? Неге сіз ауданыңызда Талғар жоқ, ауданыңызда қайтыс болған баланың неге аты жөнін де білмейсіз? Қаржаубай болады. Қаржаубай, менің есімім Самат. Мәшем тұр. Мен сізді алам. Отырамын да облыс әкіміне барамыз. Ол кісі де шетелдік облыс әкімі. Кесін осы жерге, тоқта. Сіздің нақты қазір талабыңыз қандай? Осыны Қасым-Жомарт Кемелұлы маған ашық сот жасасын. Мен бұл қылмыскерлермен қылмыс жасамаймын. Ешкімді өлдірмеймін, ешкімді атпаймын. Тек ашық сот, әрқайсысы әрбір қылмыскер өз жазасын алсын. Және де осы жерде менің баламның қылмысын аты жөнін білмейтін мына Талғардың прокуроры, жаңағы зам әкім, мына роботының бастығы бұл жерді босатсын. Оғана. Босатсын. Босатсын. Не үшін? Аты жөнін баланың қылмыстың қалай болып жатқан мен айтады да қамаймыз деп. Мен айтатын бір сағат уақыт берейін. Менің көзімше сол екі қызды да ана акцентте қашып кеткен баланы да әкеп қамасын. Сол жерде акцентте келген дәу қара жігіт болды. Сол жігітті бәрі біледі. Маған айтады, видеоны менен сұрайды видеоны. Олар видеоны магазинде видеоны өздері алып кетті да, ол видео көре алмаймыз, өшіп қалды дейді. Мен айтамын, менің көзімше көрсетіңіздер осы видеоны. Артынан келіп, сол жерде мылтық ұстап жүрген мылтықты көрдіңіздер ғой видеода. Кімнің қолында болды? Сол мылтықты сендерден болды деп маған әңгіме айтқысы келеді. Сонда мен магазинде тұрып